Сәлем достар, бүгін мен шашыма қалай дүлка істейтінімді көрсетемін. Бірақ видеоларда мен шашымды дүлка қылып істемегенмін, ал бұл видеода шашты қалай дүлка істеуді мен үйретемін. Оңай тәсілмен. Ол үшін сіздерге егер бір дүлка қылғыларыңыз келсе, онда 2 резинка керек, ал егер 2 дүлка қылғыларыңыз келсе, 4 резинка керек. Менде мына жерде 2 резинка бар. Бір дүлка қылу үшін шаштарыңызды сіздер біреу қылып өру керексіздер. Ал егер 2 дүлка қылсаңыздар, менікі секілді 2 шаш қылып өру керексіздер. Ал енді дүлканы мен қалай істеймін көрсетейін. Шашты осылай бұраймыз. Кейін сіздерде осылай болмай қалатын сәтте болады. Менде болмай қалды солай. Кейін резинканы аламыз да шашымызды бүйтеміз. Шашымызды байлаймыз. Видеодағыдай істеңіздер. Міне, енді менде бірінші дүлка дайын. Екінші дүлкаға да мен дәл осылай істеймін. Менде 2 дүлка дайын болды. Енді мен шашыма осылай дүлка істедім. Достар, келесі видеода көріскенше. Пока-пока.